АПЛдың 12 клубы таласты, дейді ойыншының агенті. Посткеңестікте ол ең мықты қорғаушы, дейді баяғы бапкері. Ал ЦСКАда өнер көрсететін ұлттық құрамадағы әріптесі оны Өзбекстандағы ең жылдам ойыншы деп үн қатып жатыр. Бұл жай өзіміздің ойдан шығарған мақтаулар емес. Абдуқадир Қосанов жайлы көптеген атақты сарапшылар да, журналистер де, баяғы бапкерлер де жақсы пікірлермен бөлісіп жатыр. Манчестер Ситиге 40 миллион евроға ауысқан Абдуқадир Қосанов көпшілікті таң қалдырды. Себебі біздің өңірлерде мұндай алып клубқа ауысып жатқан ойыншылар аз түгілі жоқ десек те болады. Ал мұнда палауы мен самсасы бізге жақсы таныс, дәстүрмен жақын көрші өзбек халқынан шыққан жаңалық. Бүгін мен ойыншының өзінің пікірі, трансфер қалай болған туралы агентінің сұхбаты, бұрынғы бапкерлерінің жылы лебіздері мен еліміздің және шетелдік журналистердің, сарапшылардың үлкен ойларын қысқартып, ең қызық жерлерін айтамын. Ал жалпы Абдуқадирдің өмірбаяны, ойын стилі, қалай ойнайтын туралы нақты ақпараттарды желаяқтай атты екінші арнамда айттым. Себебі мұнда тек пікірлерді бөлісем. Ол жаққа талдап талқылаймын. Үлкен еңбек жасалды. Кіріп көрсеңіздер болады. Сілтемені төменге де жоғарыға да қалдыра кетемін. Сіздермен бірге не бар не жоғарнасы. Қолдау ретінде видеоға лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Сонымен Абдуқадир Қосанов Манчестер Ситиге келіп, алғашқы сұхбатын берді. Мен Манчестер Сити клубына қосылғаныма өте қуаныштымын. Бұл команда әлемдегі ең үздік командалардың бірі. Бала кезімнен Сити ойындарын көріп өстім. Ойыны жақсы, басқаларға ұқсамайды. Мен әрдайым ең мықты бапкерлермен жұмыс істеуді қалаймын. Манчестер Ситиге өсу үшін және трофей жеңу үшін келдім. Бұл мен үшін де, отбасым үшін де үлкен мақтаныш сәті, және мен осы жаңа сын тегеурінге толықтай дайынмын, дейді. Манчестер Сити клубының спорт директоры Чики Бигеристайн болса, бұл трансферге қуанышты екенін бөлісіп жатыр. Біз оның командамызға қосылғанына өте қуаныштымыз, және оның не әкелетінін асыға күтеміз. Жас қорғаушы болғанына қарамастан, Абдуқадир қазірдің өзінде өте ақылды, физикалық тұрғыдан мықты, агрессивті және керемет жылдам. Пеппен жұмыс істеу оның әлеуетін одан әрі аша түседі, ал оның прогреске деген ұмтылысы ерекше әсер қалдырады. Бұл бізге Еуропадағы ең мықты құрамдардың бірін сақтауға көмектесетін өте маңызды трансфер. Манчестер Сити клубының барлық мүшелері Абдуқадирді жылы қарсы алды, деп пікірін білдірді. Енді осы трансфердің жүзеге асуына үлкен үлес қоса білген ол әрине ойыншының агенті. Гайрат Хасбиуллин спорт экспресс журналисті Виталий Айрапетовке үлкен сұхбат берді. Алайда мен оның ең керек жерлерін ғана бөліп алып, сіздермен бөлісейін деп жатырмын. АПЛдың жарысына жуық Қосановқа қызығушылық танытып, бізбен байланысқа шықты. Бір сәтте бізге 12 ағылшын клубының хабарласқанын санап шықтым. Соңғы болып бұл жарыстан Ньюкасл шығып қалды. Менің ойымша, Ситиді оның жастығы, физикалық мықтылығы және жекпе-жектердегі беріктігі қызықтырды. Ол ешкімге жол бермейді. Дәл осындай қорғаушы Пепке қажет болып отыр. Барлық көрсеткіштер бойынша Қосанов Еуропадағы 23 жасқа дейінгі ең үздік орталық қорғаушылардың алғашқы бестігіне кірді. Бірақ ең қызығы, бізбен байланысқан барлық клубтардың тізімінде Абдуқадир бірінші орында тұрды. Екінші немесе үшінші емес, дәл бірінші. Ситиде де ол шорт-листтің басында болды. Ал Ньюкасл тіпті бізге тек ол керек, басқа ешкім емес, деді. Ланс жаттықтырушысы Франк С. оны алғаш көргенде-ақ бұл ойыншы ересектер футболын ойнайды деп таң қалды. Абдуқадир үшін ешқандай кедергі жоқ. Ол жұлдыздарға қарсы ойнауға дайын. Ол қорғаныста ойнаудан ләззат алады. Егер Ланстың матчтарын қарасаңыз, жанкүйерлер оның жекпе-жектерін ерекше бағалайтынын байқар едіңіз. Әдетте трибуналар голдарға қуанады. Бірақ мұнда оның қорғаныстағы шеберлігі үшін үлкен қошемет көрсетілді. Біз әлемдегі ең үздік бапкерге бара жатырмыз. Гвардиола Абдуқадирді көп нәрсеге үйретіп, оның кемшіліктерін түзеп, оны одан да мықты қыла алады. Біз оңай жол болатындай орташалау клубты емес, өсіп, дамуға мүмкіндік беретін орынды таңдадық. Сондықтан таңдауымыз Манчестер Сити. Пеп бірнеше жылдан кейін Абдуқадирден Еуропаның үздік қорғаушысын жасап шығарады деп сенеміз. Ол оған ағылшынды мүмкіндікше тез үйрен. Біз көбірек сөйлесуіміз керек, деді. Қазір Абдуқадир ағылшын тілін белсенді үйреніп жүр. Пеп тіпті күн сайын кем дегенде 1 сағат айналысы өтінемін деп талап етті. Абдуқадир жалпы жаттығу процесін түсінеді, бірақ Гвардиола үшін нюанстар, ұсақ түйектер өте маңызды. Сондықтан олардың тығыз байланыста болғаны қажет, деп агенті осылайша жақсы ақпараттармен бөлісті. Ендігі кезек баяғы бапкерлері. Абдуқадирдің өзі 2 клубта ойнап үлгерді. Оның бірі беларустік энергетик БГУ және франциялық Ланс. Энергетик БГУ-дағы бапкері болған Павел Родионок не деп жатыр?
Абдуқадир нағыз жауынгер, мінсіз қорғаушы. Ол соңына дейін күреседі. Күші сарқылғанша беріспейді. Қарсыластың есімі мен беделі оны алаңдатпайды. Қазіргі посткеңестік футболда мұндай ойыншыларды көрмеймін. Қосанов алаңда үстемдік етіп, өзі жекпе-жекке ұмтылады. Ол үстемдік етеді, өзі жекпе-жекке шығып, допты тартып алады. Бұл өте сирек кездесетін қасиет. Бізде жалпы допты тартып алуды ұмытып кеткендей. Барлық ойыншылар тек тартып алғанды кейіп танытады, ол шынымен де тартып алады. Бұл табиғи қасиет. Біз оның барлық қабілетін жетілдіруге тырыстық. Манчестер Сити оны таңдағанына таң қалмаймын. Оның әлеуеті шексіз. Мен оның жоғарғы деңгейде ойнайтынына сенімді болдым. Бар мәселе оның дұрыс ортаға түсіп, дамуына ықпал ететін адамдардың жолығуында еді. Өйткені көптеген талантты қорғаушылар мен ойыншылар дұрыс емес ортаға түсіп, қате таңдау жасап, өздерін көрсете алмады. Ал Абдуқадирдің жолында бәрі ойдағыдай болды. Беларусьта да, Францияда да ол дәл керек жерге тап болды. Манчестер Ситиде бәсекелестері кім болатынын айта алмаймын, бірақ олардың орнында болғым келмес еді. Ол командаға кірген бойда бәрін жұтып қояды деп сұхбатын берді. Енді Ланс бапкері Уилл Стил Абдуқадир туралы не деді? Осы кез айта кетейік, Абдуқадир келген кезде Ланс бапкері Фрэнк Эс болған. Ал уақыт өткен соң кейін командаға Уилл Стил келді. Абдуқадир физикалық мүмкіндіктері ерекше қорғаушы, оның жылдамдығы керемет. Реймс ойыншысы Дюна Итоны сағатына 37 км жылдамдықпен қуып жеткен сәті көпшілікті таң қалдырды. Ол қарапайым, бірақ өте сенімді әрі мықты футболшы. Мен Лансқа жаңадан келгенде Дансаның командадан кетуі мүмкін еді. Сол кезде спорттық координатор Жан-Луи Лека маған «Уайымдамаңыз, бізде Абдуқадир бар» деді. Ол қателеспепті. Қосановтың әлеуеті шын мәнінде өте жоғары екен деп бапкер пікірін білдірді. Ал енді досы, құрдасы ЦСКА клубының ойыншысы Өзбекстан құрамасындағы әріптесі Аббасбек Файзуллаев не деп жатыр? Қосанов кез келген топ клубта ойнай алады. Оған барлық қажетті қасиеттер тән. Техника, күш, алға шықпас. Ол Өзбекстандағы ең жылдам ойыншы. Жылдамдығы расында да керемет. Мен қысқа қашықтықта жылдам жүгіре аламын. Бірақ Қосанов ұзын қашықтықтарды кең адымның арқасында өте жылдам еңсереді деп мақтай түсті. Ал журналистер мен сарапшылар не деп жатыр? Алдымен өзіміздің еліміздің журналистерінен бастайық. Соңғы жылдарда ойындарды ерекше жүргізумен көзге түсіп жүрген комментатор Әлімжан Асқар өзінің YouTube парақшасына осы трансфер жайлы сөз қозғап кетті. Қосановтың ойынын Ланста 2 рет көрдім. Әлем чемпионатының іріктеу ойындарында Өзбекстан құрамасында да, Ланста да капитандық ойынды көрсетуде. Кезіндегі Серхио Рамосты еске түсіреді дейді. Ал белгілі комментар Ермұхамед Мәулен не деді? Өзбекстандық ойыншы Абдуқадир Қосанов Манчестер Ситиге ауысып жатыр. Өзбек футболы үшін қуаныштымыз. Осы жақында олар 2026 жылғы әлем чемпионатына жолдама жеңеді. Бүкіл Қазақстан сол кезде Өзбекстанға жанкүйер болады. Ал біздің биліктегі ағалар сол кезде барып ойланып, еліміздің әр қиырына футбол стадиондары мен алаңдарын сала бастайды. Ал кезде Өзбекстан жаһан чемпионатына тұрақты түрде шығып жүрген топ 30 команда қатарында болады. Қазақстандық ойыншы Ман-Ситиге ауысуы қазір менің емес, біраз футболшының да түсіне кірмейді. Бәлкім 20 жылдан кейін шығар, деп өзі ойын айтты. Енді шетелдік журналистер мен сарапшыларға тоқталайық. Transfer Talk подкастына қонақ болып келген ағылшындық аналитик Сэм Тей бұл ойыншыға тәнті болып отыр. Ол шынымен керемет, өте жас әрі жылдам. Қазіргі таңда Кайл Уокерге толық қарама-қайшы. Биылғы маусымда ол бір спринтте 37 шақырымнан астам жылдамдық көрсетті. Шабуыл аймағынан, бұрыштама сызығынан қорғауға дейін қайта жүгіріп үлгерді. Ол қорғаныс жағдайларын таңғажайып деңгейде оқиды. Бұл таңқаларлық. Бір ойыншыдан екіншісіне тез ауысып, шынайы қауіп қайда екенін түсінеді және оны жояды. 20 жасар ойыншы үшін бұл өте әсерлі деңгей. Менің ойымша Сити әлемдегі ең үздік жас қорғаушылардың бірін өзіне алған сияқты. Әрі оны салыстырмалы түрде аз ақшаға сатып алды. 33 миллион фунт элиталық орталық қорғаушы айналуы мүмкін ойыншы үшін көп ақша емес, деді Сэм. Футбол маманы аналитик Томас Буллокты шетте қалмады. Ол қуатты қорғаушы, мықты тосқауылдармен әуе дуэльдеріндегі шеберлігімен және агрессивті стильмен танымал. Ол доппен сенімді ойнайды. Бірақ оның бас сарықшылығы жылдамдығы. Бұл қасиеті шапшаң шабуылшыларды қуып жетуге мүмкіндік береді дейді. Франциялық маман Лоренс те өз ойын айтып кеткен екен. Бұл трансферлік терезенің тарихы. Себебі ол 18 ай бұрын Беларусьтің жоғарғы дивизионда ойнады. Ланс оны 84 мың фунт стерлингке алып, Манчестер Сити клубына 40 миллионға сатып отыр. Мен оны осы маусымда Лига 1-дегі 3 үздік орталық қорғаушының бірі деп айтар едім. Егер сіз Манчестер Сити болсаңыз, сіз оның әлеуетін сатып алдыңыз. Себебі ол небәрі 20 жаста және еуропалық турнирлерде ойнаған жоқ, бірақ оның әлеуеті бар. Ол физикалық тұрғыдан мықты, жердегі және ауадағы барлық жекпе-жектерде жеңіске жетеді деп
пікірін қалдырды. Кәсіби мамандарды тыңдап біттік, ал қарапайым халық бұл трансфер жайлы не ойлапты? Пікірлер сан алуан түрлі. Бірі керемет десе, бірі өте қымбат, үмітті ақтауы екі талай деп болжам қоюды. Бірақ менің ең көп кездестіргенім бұл ойыншыны танымайтындар. Танымайтындар да енді түсінікті. Барлығы Франция чемпионатын, оның ішінде Ланс ойындарын көре бермейді ғой. Ол Лига 1-дегі кәсіби футболда негізгі ойыншы ретінде бірде-бір толық маусым ойнаған жоқ. Бірақ сол толық ойнамай жатып ақ, біз оның әлемдік деңгейдегі әлеуеті бар екен дейміз. Өткен маусымның көп бөлігін ол қосалқы құрамда өткізді және сирек ойнады ғой. Барколияда Лига 1-де бар болғаны 6 айдың ішінде аз ойын уақытын алса да, ПСЖ оны сатып алды. Талант бұл талант. 20 жастағы ойыншылардың үлкен тәжірибесі жоқ деп айыптау дұрыс емес. Бауэр кеттік. Хосановты Сити алғаны өкінішті. Мен оны Тоттенхэмді көргім келетін еді. Ситиде ол бәлкім жұлдызға айналады, бірақ мен оны жақын арада алаңда көп көрмеймін деп ойлаймын. Оған Аке, Стоунс, Диаш, Аканжиден озып кету үшін көп жұмыс істеуге тура келеді. Меніңше ол жақсы, бірақ 40 миллион көп сияқты. 40 миллион деген көп пе? Мен оны мүлдем көрмедім. Сондықтан бұл туралы ештеңе білмеймін. Мен Акеге де көп төлеген деп ойладым. Сол уақытта солай болды, бірақ ол мені қателескенді дәлелдеді. Ол хипстерлер айтқандай шынымен жақсы ма? Оның есімін соңғы аптаға дейін ешқашан естіген емеспін. Интернетте көп отырсам да. Ал қазір барлығы оны келесі үздік қорғаушы деп жар салып жатыр. Ланс үшін керемет кәсіп. 2023 жыл 100 мыңға сатып алып, 18 айдан кейін 40 миллионға сатып жатыр. Оларды дәл осы 20 жасар бала қазіргі құрдымнан құтқарады дегенге сеніңкіремей тұрмын. Үлкен клуб өзінің жоспарына кіретін ойыншыңа қызығушылық танытса, ол үшін үлкен сома сұрау түсінікті. Манчестер Сити біледі. Қайда барса да олардан көп сұрап, артығымен төлейтіндерін. Бірақ олар клубтың келесі 5 жылын қамтамасыз ету үшін ақша төлеуге дайын. Жалпы байқағандарыңыздай, бірі күмәнмен қараса, бірі расымен де қатты сеніп отыр. Сол сеніп отқандардың ішінде біз де бармыз. Құдай қаласа барлық жақсы болып кетеді дегенге сенемін. Қолдау ретінде тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сонымен қатар видео басында айтқандай, өмірбаян мен ойын стилі жайлы желаяқты арнасында айтып кеттім. Сілтемесін төменде табасыздар. Сізден өмірге не бар не жоқ арнасы. Сонымен жұрт не дейді?